Сәлем достар, сіздер қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге жасырын фигура атты шынайы оқиғаға негізделген фильмді назарларыңызға ұсынамын. 1926 жыл Батыс Вирджиния колледж институтының кеңсе есігінің алдында қара нәсілді жас қыз Кэтрин Джонсон күтіп отыр. Ол туғаннан ерекше дарынымен танылған математик. Уақытының көбін кеңсе терезесіндегі түрлі түсті әйнектердің пішіндерін ойша есептеумен өткізеді. Іште ата-анасы институт басшылығы мен оның болашағын талқылап жатыр. Мектеп Кэтриннің талантына әбден қанық. Сондықтан толық грант ұсынып, бірнеше сыныпты бірден өткізіп жіберуді жөн көреді. Бір сәтте Кэтриннің ерекше қабілеті айқын көрінеді. Ол өзінен әлде қайда жоғары деңгейдегі алгебра есептерін еш қиналмай шығарады. Көрініс 1961 жылға ауысады. Ел тарихындағы күрделі кезең. ақш-та нәсілдік бөліну әлі де күшінде. Ал мемлекеттің өзі Ресеймен ғарыш жарысында. Вирджинияда ересек Кэтрин екі әріптесі Дороти Воган мен Мэри Джексонмен бірге жұмысқа бара жатқанда жол шетінде қалып қояды. Көлік бұзылып, Дороти моторды жөндеуге тырысып жатыр. Көп өтпей, полиция машинасы тоқтап, олардың құжаттарын сұрайды. Алайда НАСАның Лэнгли зерттеу орталығында жұмыс істейтінін естіген сәтте, полицейдің қабағы ашыла түседі. Қара нәсілді әйелдердің мұндай жерге алынуы оған ерсі көрінеді. Бірақ Ресейден озып шығу үшін Америкаға кім болса да қажет екенін мойындайды. Астронавттармен доссыңдар ма деген әзіліне Мэри жеңіл жауап береді. Алайда бәрінің түрінен олардың жұмыс орнында өзгелерден оқшау ұсталғаны байқалып тұр. Бірер минуттан соң Дороти моторды іске қосады. Ал полицей үш әйелді НАСА орталығына дейін жол басшылықпен жеткізіп салады. Олар үшін бұл көріністің өзі таңсық. ақш-та қара нәсілділердің полиция машинасының соңынан жүйткіп жүруі сирек жағдай. Осы сәтте Лэнглидегі ғарыштық тапсырмалар тобы STG инженерлерінің жиналысы өтіп жатыр. Топтың міндеті Американың алғашқы адам қатысатын ғарыш бағдарламасын іске асыру. Ресей жаңа ғана ғарышқа алғашқы жасанды жер серікті шығарғандықтан ақш өз қауіпсіздігіне алаңдайды. STG жетекшісі Харрисонға қысым күн санап күшейіп келеді. Үкімет ғарышқа адам ұшырмайтын бағдарламаның шығынын ақтауға болмайтынын ескерте береді. Жиыннан кейін Харрисон өз хатшысына аналитикалық геометрияны жетік меңгерген компьютер табуды тапсырады. Ол кезде компьютер сөзі адамның өзі математикалық есептерді қолмен шығаратын маман дегенді білдіретін. Басқа жерде Дороти 20 шақты әйелге тапсырмалар таратып жүр. Олар батыс қанаттағы есептеу бөлімінің қызметкерлері. Мэри де сол жерде жұмыс істегенімен шын арманы инженер болу. Күтпеген жерден ол жылу қалқаны командасына жіберіледі. Бір мезетте бөлім басшысы Вивиан Джексон келіп, SGD-ге жаңа есепші керегін айтады. Дороти бірден Кэтринді ұсынады. Ол математиканың қыр-сырын ерекше меңгерген. Біраздан соң Кэтрин жаңа бөліміне жеткенше, Вивиан жұмыс орнындағы ережелерді түсіндіреді. Ұзын белдемше, әшекейсіз киім, тек інжу тасты алқаға ғана рұқсат. Сондай-ақ бұл бөлімде бұған дейін бірде-бір қара нәсілді маман болмағанын ескертеді. Кэтрин бөлімге кіргенде толықтай ақ нәсілді ерлерден құралған топ күрделі теңдеулермен айналысып отыр. Оны алғашында тазалықшы деп ойлап, салқын қабақ танытады. Ал инженерия бөлімінде Мэри сынақ өтетін аймақтан өтіп бара жатып, өкшесін тор арасына қыстырып алады. Санаулы секундтардан кейін сынақ басталатындықтан аяқ киімін тастай салып, қорғаныс әйнегінің артына өтеді. Бірақ сынақ сәтсіз аяқталады. Ғарыш кемесінің сырты жарылып кетеді. Бұл ақш кемесінің ұшуға да, қонуға да төзімділігі жеткіліксіз деген сөз. Кейін бас инженер ақаудың себебін Мэриден сұрайды. Ол жылу қалқаны астынан тайып кеткенін, мәселені қалай шешуге болатынын дәл түсіндіріп береді. Оның пайымына таңданған бас инженер Мэриді инженерлік бөлімдегі бос орынға ұсынуға ниет білдіреді. Алайда Мэри бұндай қызметтердің қара нәсілділерге көбіне жабық екенін жақсы біледі. Ал есептеу бөлімінде Дороти өзіне тиесілі емес міндеттерді күнде орындаудан қашып барады. Дороти Вивианға соңғы 8 ай бойы бөлім басшысы атқарып жүргенін, сондықтан ресми түрде жоғарылатуды қалайтынын жеткізеді. Бірақ Вивиан бірден құптамай мәселені жылы жауып қояды. Дороти өз пікірін ашық айтпай, сыпайылық сақтауға мәжбүр. Кэтрин үшін де алғашқы күн оңай тимейді. STG-дің басты инженері Пол Стаффорд оған қалың есеп қисапты тексеруге береді. Мінезі суық, жұмысты күн соңына дейін тапсыруды талап етеді. Оның үстіне көптеген мәліметтің бетін шимайлап жауып тастаған Кэтринге сенімсіздік танытқандай. Қолда бар азғантай дерекпен жұмыс істеуге мәжбүр. Күн ортасында Кэтринге дәретхана керек болады. Бірақ Лэнгли орталығында қара нәсілді әйелдерге арналған
орын жоқ екенін жақсы біледі. Сол себепті ғимараттан шығып, жарты миль жердегі батыс қанаттағы есептеу бөліміне дейін жүгіріп барады. Жолай әкелген қағаздарын қарап үлгереді. Бірақ нәсілдік кемсіту мұнымен ақталмайды. Кеңседегі ортақ кофеден алмақ болғанда, әріптестері абдырап, оған бөлек шайнек болуы тиіс деп ойлайды. Астронавттардан бастап кофеге дейін кемсітудің түрі бар. Демалыс күні Кэтрин, Дороти және Марта жергілікті шіркеуге барады. Пастор оларды қара нәсілді қауымға үлгі етіп таныстырады. Жиналысқа қатысқан әскер полковнигі сымбатты Джим Джонсон Кэтриннің назарын аударады. Сәл кейінгі әңгімеде Джим оның жалғыз басты ана, әрі математика ретінде көрген қиындығын құрметпен қабылдайды. Келесі күні Лэнглиде қызметкерлер старт алаңында жиналып, жерді бірінші айналып шығуы тиіс Френчип 7 кемесінің ұшқышы Джон Гленмен танысады. Оған қара нәсілді әйелдерге бармауға емеурін білдірілсе де, ол бәрімен жылы қол алысып шығады. Сол түстен кейін Стаффорд тағы да қаралатын құжаттарды Кэтринге тапсырады. Бұрынғыдай маңызды деректердің біразын жасырып қойған. Толық ақпаратсыз жұмыстың шықпайтынын түсінген Кэтрин парақтарды жарыққа тосып, керек мәліметтерді оқып алады. Әріптестері өз тірлігімен жүрген кезде, ол ортақ тақтаға жақындап, ұзақ уақыттан бері шешімін таппай жүрген есепті оп-оңай шығарып тастайды. Сәлден соң жарты миль жердегі дәретханаға кетіп қалған Кэтриннің жоқтығын байқап, Харрисон тақтадағы шешімді көреді. Бөлім басшысы оны Стаффордпен бірге шақырып, қалай есептеп шыққанын сұрайды. Харрисон шын мәнінде әсерленген, шектеулі дерекпен ақ күрделі мәселенің шешімін таба білген. Соңында ол Кэтринге ақштың алғашқы адам ұшыру бағдарламасы Меркурий жобасының траекториясын есептеу міндетін бекітеді. Осы уақытта Дороти НАСАға IBM 7090 электронды компьютерін орнатып жатқанын естиді. Бұл адам еңбегін алмастыруы мүмкін жаңа жүйе. Дороти заманнан қалып қоймау керегін түсінеді. Демалыста балаларын кітапханаға ертіп барып, Фортран тілін үйрететін кітап табады. Бірақ нәсілді әйел оның бөтен бөлімге кіргенін айтып шағымданады. Дороти өз бөлімінде бұл кітап болмағанын түсіндіргенімен, оны бәрібір сыртқа шығарып жібереді. Алайда ол кітапты пальтосының астына жасырып алғанын балаларға күліп жеткізеді. Өзі де салық төлейтін азамат екенін, мемлекеттік кітапханадан білім алуға құқы барын түсіндіреді. Бірнеше күннен кейін НАСАға тағы бір ауыр хабар жетеді. Кеңес одағы Восток 1-ді ұшырып, Юрий Гагарин жерді алғаш айналған адам атанады. Меркурий жобасына қысым одан сайын күшейеді. Бір жауын шашынды күні Кэтрин тағы да жарты миль жердегі дәретханаға жүгіріп барады. Үстелдің бос тұрғанын көрген Харрисон оған не себепті күн сайын ұзақ жоғалатынын сұрайды. Толайым суға боялған Кэтрин жарылып кетеді. Лэнглиде өзіне арналған дәретхана жоқ. Әр жолы алыстағы ғимаратқа жүгіретінін, кофені қатар ішкізбейтін әріптестерін, тіпті інжу алқа алуға жалақысының жетпейтінін ашына жеткізеді. Харрисон оның жағдайын түсініп, батыс қанатқа барып, тек қара нәсілді әйелдерге арналған деген белгіні балғамен қағып тастайды. Осыдан бастап, Лэнглиде дәретханаларды бөлу тоқтатылады. Осы уақытта Мэри де бас инженердің сөзіне жігерленіп, жылу қалқаны бөліміне инженерлік қызметке құжат тапсырмаққа бекінеді. Бірақ инженер болу үшін Мэридің математика мен физика дипломдарынан бөлек арнайы курстар өтуі қажет. Ол курстар тек ақ нәсілділерге арналған Хэмптон жоғарғы мектебінде оқытылады. Арманынан бас тартқысы келмеген Мэри штаттық сотқа жүгініп, кешкі сабақтарға қатысуға рұқсат алады. Кейін сабаққа барған кезде ақ нәсілді студенттер таңырқайды. Бірақ Мэри ештеңеге мойымастан оқуын жалғастырады. Ал Дороти деректерді өңдеу орталығына жасырын кіріп, жаңа IBM машинасын зерттеп жүр. Біртіндеп меңгеріп қана қоймай, батыс қанаттағы қара нәсілді әйелдерге Фортран тілін үйретіп үлгереді. SDG-де Кэрин Харрисонға Меркурий жобасының қайта кіру нүктесін талқылайтын жиналыстарға қатысқысы келетінін білдіреді. Ерлердің бір бөлігі қарсы болғанымен, Харрисон бәрінің бірлесе жұмыс істеу керегін айтып, оған рұқсат береді. Осылайша Кэтрин, Джон Глен және оның экипажымен өтетін алғашқы жиынға қатысады. Онда кеменің жер атмосферасына қай сәтте қайта оралуы керек екенін қапысыз есептеу міндеті талқыланады. Кэтринді тақтаға шығып, есепті көз алдында шығарып көру ұсынылады. Ол тез арада дәл координаттарды тауып, бүкіл бөлімді, әсіресе Джонды таңдандырады. Бұл уақытта Фортранды толық меңгерген Дороти бағдарламалау бөлімінің жетекшісі қызметіне көтеріліп, өзімен бірге жұмыс істеген 20 қара нәсілді әйелдің бәрін жаңа штатқа қосады. Қайта кіру нүктесін есептеудегі жетістіктен кейін Кэтрин тағы да күрделі есеп тапсырылады. Енді тіпті Стаффордтың өзі оны команда мүшесі ретінде қабылдап, бәрі бірлесе жұмыс істейді.
Олар Меркурий кемесі атмосфераға енген соң қалай қауіпсіз қонуы мүмкін екенін анықтауға кіріседі. Кеме орбитада эллипстік траекториямен қозғалып келіп, қону кезінде кенет параболалық бағытқа ауысады. Есептеуге ауыр күрделілік туғызатын мәселе. Барлығы тығырыққа тірелген сәтте Кэтрин кемені қауіпсіз түсіруге арналған теңдеу табады. Сол кеште ол үйіне шаршап жеткенде, Джим Джонсон оны күтіп отыр. Соңғы апталарда екеуінің арасындағы сезім күшейе түскен еді. Джим отбасы алдында сөз салып, Кэтрин әсерленіп жылап алады. Ақыры екеуі үйленуге келісім береді. Алайда жұмыста бәрі оң жолмен кете бермейді. Меркурий жобасының соңғы дайындықтары жүріп жатқанда, IBM 7090 толық қосылады да, адам есепшілердің қажеті азаяды. Харрисон амалсыздан Кэтринді батыс қанатқа қайта тағайындауға мәжбүр. Команда мүшелері оны қимай, қоштасуға інжу алқа сыйлайды. Өз ақшасын алуға шамасы келмейтін әшекей. Меркурий ұшатын күн туады. Бүкіл әлем Джон Гленнің жер орбитасына аттануын тамашалап отыр. Бірақ STG соңғы сәтте қиындыққа тап болады. IBM-нің бүгінгі есептері кешегі деректермен сәйкес келмейді. Бұл қателік астронавттың өміріне қауіп төндіреді. Дәл осы сәтте Джон Кэтринді есіне алса керек. Қайта кіру нүктесін есептеген дарынды қыз. Ол IBM есептерін тексеруді соған сеніп тапсыруды өтінеді. Харрисон оны шұғыл түрде батыс қанаттан қайта алып келеді. Кэтрин есептің дұрыстығын ғана емес, оның дәлдігін 2 ондыққа дейін жақсартып шығарады. Бірнеше минуттан кейін 50 миллион адам теледидардан ұшуды тамашалап, Кэтрин мен Харрисон бақылау орталығынан бақылап отырады. Ұшу мінсіз өтеді. Меркурий орбитаға кіріп, өзінің миссиясын сәтті атқарады. 10 сағаттан соң Джон жерге оралуға дайындалады. Әуелде бәрі жоспар бойынша болғанымен, көп ұзамай ол кеменің жылу қалқаны дұрыс бекімегенін байқайды. Температурада қауіпті деңгейге көтеріле бастайды. Бұл сәтте көріністі теледидардан көріп отырған Мэри телефон автоматына жүгіріп барып, НАСАға шұғыл хабарласады. Джонға қайта кіру кезінде ретропакетті шешпеу керек екенін, перископты қолмен жинау қажет екенін жеткізуді сұрайды. Ақпарат орталыққа беріліп, ақырында дұрыс шешім болып шығады. Жаңалықтар үздіксіз эфир жүргізіп жатқанда, бүкіл ел Джонның аман оралуын алаңдап күтеді. Биіктігі төмендеп, ең шекті жылуға тап болады. Бірақ сәлден соң тұрақтылықты қайта алып, кеме Багам аралдарына жақын жерге қауіпсіз қонады. Қайта кіру нүктесі де қону аймағында Кэтриннің есебіне дәл сәйкес келеді. Осы оқиғадан кейін НАСАдағы қарбалас саябырлайды. Электрондық компьютерлер пайда болғасын, адам есепшілердің көпшілігі жұмыстан босатылады. Бірақ Дороти зерттеу орталығының талдау және есептеу бөлімінде қалдырылады. Мэри жоғарғы оқуын аяқтап, инженер мәртебесін иеленеді. Эпилогта 3 әйелдің НАСАдағы жетістіктері баяндалады. Кэтрин 1969 жылғы Аполлон 11 ай миссиясының траекториясын, сондай-ақ Аполлон 13 жобасының есептерін жасаған. 2015 жылы оған президенттің бостандық медалы табысталады. 2016 жылы Вирджиниядағы Лэнгли зерттеу орталығы оның құрметіне қайта аталып, Кэтрин Джонсон есептеу зертханасы деп өзгертілді. Оның үстіне Кэтрин әлі күнге дейін Джим Джонсонмен бақытты өмір сүріп келеді. Осыған ұқсас бейнелерді көру үшін каналға жазылып қойыңыздар. Хабарландыруды қосуда және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге көптен көп рахмет.